Ассалаумағалейкум. Таргетинг сабағы, бірінші бөлім, үшінші видео. Қазіргі видеода біз мультисылка, яғни мультисілтеме туралы айтатын боламыз. Енді байланыс сілтемесі. Астына көріп тұрсаңыздар сілтеме деп тұр. Міне соны басам. Бұл сайт деген жерде қойылады. Бұл сілтеменің айырмашылығы, бұл жерде біз бірнеше сілтемені қоямыз. Осыны басу арқылы бізбен байланыса алады кез келген адам. Міне WhatsApp деген батырма тұр, және сайт деген батырма тұр. Егер мен сайт деген батырма басатын болсам, мен ол қойылған сайтқа өтемін. Ал егер WhatsApp деген батырма басатын болсам, мен оған WhatsApp-қа жазатын боламын. Дәл осы сілтемені, яғни байланыс жүйесін қазіргі видеода істеп көрсетеміз. Тағы бір теория айта кететін болсақ, бұл сілтеменің қою өте маңызды, өйткені қазіргі күнде адамдар өте жалқау болып кетті ғой. Маған WhatsApp-қа жаз дейтін болсаң, ана жерге номерін көрсетіп қояды көбісі. Бұл дұрыс емес, өйткені адамдар жалқау. Ал жалқау болса, ол сіздің номеріңізді алады, телефонға барып, сохранить етіп сізге WhatsApp-қа жазады деген ол мүмкін емес, ойға да сыймайды, яғни бұл істемейді, яғни. Сондықтан біз оның барлығын оңай істейміз, барлығы осылай істеп жатыр. Сондықтан бізде қазір қалай істеу керектігін көрсетемін. Ал көп созбай іске көшейік. Міне осы сайтқа кіреміз, mssg.me. Ол дәл осы сайтты жазамыз, кіреміз, болды. Войти деген батырманы басамыз. Зарегистрироваться деген батырманы басамыз. Сосын регистрация через email. Мына жерге өзіміздің email почтамызды жазамыз. Жазып болғасын мына жерге өзіміздің атымызды жазамыз. Бұл жаңа сайтқа кірген кезде шығып тұру керек. Жақсы, мына жерде сосын сілтеме болады. Жаңа менде Нұреке Камалов болды ғой. Мына жерге өзіңіздің сілтемеңізді жазасыз. Бұл сіздің сілтемеге өзіңіздің аты жөніңіз, парақшаңыз, логин немесе тауардың аты, өзіңіз қалағанын жазыңыз енді мұнда. Сосын мұнда өзіміздің пароль жазамыз. Мұнда галочка қоямыз да, сосын продолжить деген батырманы басамыз. Сохранить етеміз. Енді поделиться деген батырманы басамыз. Скопировать. Новая вкладка ашып, қазір кіріп көреміз сайтқа. Қалай істеп тұр, или жоқ. Міне дәл осы не шығып тұр. Бет, қазір осының барлығын дәл жаңағыдай менікін неғып жасаймыз. Кеттік. Жаңа бетке қайтамыз. Атқа қайтамыз. Редактировать профиль. Мына жерде изменить басамыз. Аватарка. Суретті изменить таңдаймыз. Сосын категория мына жерде керекті категорияны таңдаймыз. Менде еда и продукты. Сосын описание жазамыз, немене айналысатынымызды, немесе белгі бір призыв действий қоямыз. WhatsApp батырмасын бас. Енді мессенджер бөлім өтеміз. Так, отмена, мынаны сохранить қоямыз бірінші. Окей. Енді осы жерге номер жазамыз. Қандай номер қою керек? 700, менің номерім 271-92. Сохранить басам. Сохранить. Енді мұнда Telegram, басқа ВКонтакте қосуға болады. Дәл енді осыны кіріп көрейік. Жаңа вкладка барамыз. Міне Зәмзәм Астана деген. Обновить етеміз. Міне мына жерде WhatsApp деген батырма шықты. Мына жерде сурет. Бір нәрсені қате істедім ғой деймін. Қазір барамыз қайттан. Редактировать профиль. Описание. Байланысу үшін WhatsApp батырмасын бас. Енді категория таңдаймыз. Жаңа таңдалмай қалған ба? Так, сохранить етейік. Сохранить, қайттан барамыз. Міне ауысты. WhatsApp батырмасы байланысу Зәмзәм Астана. Барлығы дұрыс. Енді қайттан сайтқа барайық. Міне мұнда аватар деп тұр. Қазір көрсетем. Дизайн деген бөлім өтеміз. Сосын аватар, изменить басамыз. Осы жерден керекті сурет таңдаймыз. Сосын готовы басамыз. Жүктеледі. Сосын жерде цветті ауыстырмасаңыз да болады. Өзіңіз қараңыз енді ол жағын. Барлығы дұрыс. Мессенджер бөлімінен Телеграмды қосып қойсақ болады. Не ол керек болса.
Барлығы дұрыс деп ойлаймын. Сохранить. Кәне барайық. Обновить етеміз. Міне осы заңнамасына байланысу үшін WhatsApp батырмасын бас. Енді осыны аламыз да көшіріп аламыз. Все, копировать. Енді осыны өзіміздің парақшамызға қоямыз. Міне парақшама келдік. Редактировать профильді басамыз. Міне сайт деп тұр. Осыны аламыз да өшіріп тастаймыз. Сөйтіп вставить етеміз жаңағыны. Сохранить етеміз. Кәне кіріп көрейік. Істеп тұр ма әлде жоқ. 1-2-3 ашылды. Міне істеп тұр. WhatsApp деген батырманы басқан кезде менімен байланысу жүйесі ашылады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, ешқандай қиындығы жоқ. Бірнеше рет қайталап көріңіз, мен тағы рет қайталап өтейін. Сіздерге түсінікті болса, бұл видеоны жаба салсаңыздар болады. Редактив профиль арқылы басу арқылы мына жерде приветствие, хей, қош келдің деген сөз. Бұл қай жері шығып тұр? Да, шығып тұру керек еді. Шықпай тұр. Описаниеда байланысу үшін WhatsApp батырмасын бас. Міне ол мына жерде тұр. Сосын сілтеме. Мынаны өзгерте аламыз біз. Артқа қайтайын. Сайт қоп қалды ғой деймін, жаңа функциялардың бәрі қайда екенін түсінбей қалдым. Жақсы. Дәл осылай қайталап көріңіздер, егер сіздердің қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Жақсы, келесі видео бізде уже таргетинг сабағы болатын болады. Осы сілтемені көшіріп істеп болсын. Мұнда редактив профиль басып сайт бөліміне қоямыз.